Сәлем достар, бұл моцарелла. Мен қазір сіздердің алдарыңызда өз қолыммен осы сырды жасап көрсетемін. Және осы моцарелланың қамырынан екінші сыр дайындаймын. Сондықтан жайғасып отырып, видеоны басынан соңына дейін қарап шығыңыздар. Мынау шелектегі таңғы сауылған сүт, кешкісін осы сүттен сыр дайындаймын. Так, холодильниктен сүтті шығарамыз. Қаймағын жақсылап араластырып аламыз. Сүттің температурасы плюс 10 градустан жоғары болмау керек. Шамамен плюс 9 градус. Осы температура бізге жеткілікті. Менде сүттің қышқылдығын өлшейтін құрал болмағандықтан, жаңағы 5 литр сүтке 9 грамм лимон қышқылын аламын. Оны орысша кислотность дейді. Сиырдың сүтінің құрамында белгілі мөлшерде қышқылдық болу керек. Енді осы лимон қышқылының үстіне 50 мл қайнаған жылы су құямын. Лимон әбден ерігенше жақсылап араластыру керек. Дайын болған лимон қышқылының ерітіндісін суық сүттің үстіне жұқа ағынмен құйып, сүтпен бірге жоғарыдан төмен қарай былғап араластырамыз. Жақсылап сүтті араластырып алдық. Енді былғап отырып 36 градусқа дейін баяу отта қыздырамыз. Енді моцарелла закваскасы қажет болады. 5 литр сүтке моцарелла ашытқысынан жарты мерный ложка алып, сүттің бүкіл бетіне сеуіп шығамын. 3 секунд уақыт көлемінде араластырып, кейін 15 минутқа қалдырамын. Осы уақыт өткенше енді фермент дайындаймын. Ол үшін жарты өлшеуіш қасық ферментті алып, 15 мл 36 градустағы суға ерітіп, мұқият араластырып, 15 минутқа қалдырамын. Сүттің температурасы 36 градустан түспеу керек. Егерде түсіп кететіндей жағдай болатын болса, онда қыздырып 36 градусқа жеткізіп алу керек. Мінекей ферментті қосатын уақыт келді. Оны сүттің бетіне жұқа ағынмен құйып, 3 секундтың көлемінде төменнен жоғары қарай араластырып аламыз. Енді бетін жауып 20 минут калие ұйытқысының пайда болуын күтеміз. Моцарелла үшін 20 минутта ұйытқының пайда болуы өте жақсы көрсеткіш. Енді ұйытқының пайда болуын тексеру үшін пышақпен кесіп көреміз. Егер кескен жерде сары су шықса, процесс шегіне жетті. Әрі қарай осы ұйыған сүтті ара қашықтығын 3 см етіп, тігінен және көлденеңінен кесіп шығамыз. Келесі кезекте сүттің бетінен төменге дейінгі ұйытқы бағанды кесіп шығамыз. Оның ары қашықтығы 0,5 немесе 1 см болуы қажет. Сары суы жақсылап бөлініп шығу үшін 3 минутқа қалдырамыз. Ары қарай осы массаны баяу отпен 38 градусқа дейін 10 минуттың көлемінде қыздырып аламыз. Сол уақыт аралығында төменнен жоғары қарай былғауды тоқтатпаймыз. Бұл процесті дәндері домаланып, сығылып, әбден сары су шығады. Сырдың массасын дұршылаққа аударып аламыз.
кастрөлге жартылай су құйып алып 82 градусқа дейін қыздырамыз. Ыстық сумен жұмыс істеу үшін қолымызға перчатка киеміз. Алдымен матадан тігілген перчатканы резинкелерін сыртына, қолдың сыртына қаратып киіп аламыз. Оның сыртынан резиновый перчатка киеміз. Енді моцарелланың көлеміне қарай сырный массадан алып, ыстық суға салып, илеп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, әбден иғанған масса дәл осылай созылуға тиісті. Енді домалатып, моцарелланың формасын шығарамын. Осы процесті тағы бір қайталап көрсетейін. Осылай қолымызға жинап алып, сырдың қамырынан әртүрлі көлемдегі шариктар жасап шығарамыз. Оның ешқандай да қиындық жоқ, шамалы қолдың ептілігі қажет. Бірінші реттен-ақ жасап үйреніп алуға болады. Осы процесті тағы бір рет қайталап көрсетейін. Осы жерде айта кетейін, судың температурасын әлсін-әлсін өлшеп отыру керек. Егерде ол салқындап 70 градустан төмен түсіп кететін болса, сырдың массасы созылмай қалады. Ал егерде керісінше 90 градустан асып кететін болса, сырдың массасы езіліп, іріп кетеді. Сондықтан судың температурасын қажетті мөлшерде 80 градуста ұстап отыру керек. Дайын болған моцарелланы мұз қосылған суық суға салып отырамыз. Осы моцарелланың қамырынан сырдың басқа түрін дайындауға болады. Дәл қазір мен моцарелланың қамырын тартып, страчателла сырының жібін созудамын. Пайда болған жіпті суық суға салып отыру қажет. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, страчателланың жіптері дайын. 20 минут өткеннен кейін моцарелланы басқа салқын суға салып қоямыз. Моцарелланың суда сақталу уақыты 7-10 күн. Ал егерде ұзақ сақтағыңыз келсе, сары суға салып қойыңыз. Әбден салқындату үшін үстіне мұз салуға болады. Қалған қамырдың бәрінен страчателла жібін созып аламын. Страчателланы көбірек заготовка жасап алуға болады, себебі ол морозильникта ұзақ сақтауға келеді. Жақсы тартылып созылу үшін ыстық суға малып алып отырамыз. Мінекей, дайын өнім. Енді бұны әрі қарай өңдеймін. Бұл сырдың да суы салқын болу керек. Үстінен мұз салып отырса, тіпті жақсы болады. Егерде су жылып кететін болса, бір-біріне жабысып қалуы әбден мүмкін. Мінекей достар, әбден дайын болған страчателла және моцарелла сырлары.
Мінекей достар, бір қамырдан екі түрлі сыр дайындап шығардым. Енді страчателланы 15-20 см етіп үзіп, оны талшық жіптерге бөліп аламын. Ол өте оңай және жеңіл бөлінеді. Дайын болған страчателла жіптерін ыңғайлы ыдысқа салып, үстінен 28%-дық сливкиді құйып, холодильникке 12 сағатқа қоямын. Құятын сливки өте салқын болу керек. Мінекей страчателла әбден дайын болды. Енді мен келесі видеода осы сырды қосып, буратта дайындаймын. Сондықтан мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар. Осымен мен сіздермен қоштасамын. Видеоға лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Осы каналда келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.